Баршаңызға сәлем, құрметті достар. Бүгін құрамы 4 нәрседен тұратын салат жасап көрсететін боламын. Бұл салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Дастарханда өте әдемі көрінеді және қонақтарыңызға ұнайды. Дәмі де керемет. Ол үшін сәбізді, қызылшаны суға пісіріп, үшбұрышты етіп турап аламыз. Құрметті достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және қоңырау все деген батырманы басуды да ұмытпаңыздар. Міне қызанақты да осылай ұсақтап турап аламыз. Бұл жерде 4-ші зат жүгері. Достар, бұл салатты мен осыдан 3-4 апта бұрын жасаған болатынмын. Ол кезде барлығын бірден араластырып көрсеткенмін. Ал бұл жолы тарелкаға араластырмай 4-еуін қалай қоюды көрсетемін. Осы 4 заттың ортасына 3 ас қасық майонез саламыз және чесноктың 1 түйірін күштен өткіздіп майонездің үстіне саламыз. Өте дәмді салат болады. Ас болсын.